Энергия деген ұғыммен танысайық. Энергия дененің жұмыс істеуге қабілеттілігінің өлшемі болып табылады. Мысалы, мына суретке қарайық. Спортшы садақтың жібін кергенде, жіптің бойында энергия пайда болады. Ол жіпті жібергенде, ол жұмыс жасайды, яғни осы оқты атып жібереді. Сонда энергия жұмыс жасады. Энергияның өзгерісі ол жұмысты береді. Біз механикалық энергияны қарастырамыз. Механикалық энергияның екі түрі бар. Жазып қойайық, механикалық энергия. Біріншісі кинетикалық энергия. Кинетикалық энергия. Екіншісі потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия. Кинетикалық энергия тек қана қозғалыс кезінде пайда болады. Қозғалыс болу керек мұнда. Қозғалыс кезінде пайда болады. Ал потенциалдық энергия әртүрлі денелердің әрекеттесуінен немесе бір дененің бөліктерінің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергия. Яғни өзара орналасуы бойынша, қысқаша жазып қойайық, орналасу бойынша. Денелердің өзара орналасуы бойынша. Кинетикалық энергия формуласы 2 тең болады. Денеміздің массасы 10 жылдамдығының квадраты бөлу 2-мен есептеледі. Потенциалдық энергия егер әртүрлі денелер өзара орналасса, мысалы биіктікке байланысты, онда E потенциал ол mgh. Егер ол бір дененің бөлшектері болса, мысалы серпе созылғанда өзара тартылуынан пайда болатын, ол kx квадрат бөлінген 2. Осы үш формуланы қолданып біз механик энергияны есептей аламыз. Жалпы механик энергия механик энергия ол кинетик энергия мен потенциалдық энергиясының қосындысына тең. Біздің мысалымызға оралайық. Мына садақ керілгенде бізде потенциалдық энергия пайда болады. Яғни ол созылды x-ке, сонда kx квадрат бөлу 2 потенциалдық энергия пайда болды. Ол садақты жібін жіберген кезде садақтың оғы қозғалысқа келеді. Қозғалған кезде ода жылдамдық пайда болады. Яғни оның бойында кинетикалық энергия пайда болады. Сонда біздер көріп тұрғанымыздай потенциалдық энергия кинетик энергияға ауысты. Бұдан энергия ешқайдан пайда болмайды, ешқайда кетпейді, ол бір түрден бір түрге тек қана ауысатынын көреміз. Яғни энергиялар сақталады. Энергияны сақталу заңын жазайық. E кинетикалық 1, E потенциалдық біріншісі, E кинетикалық 2, E потенциалдық 2. Энергияның сақталу заңы. Энергияның сақталу заңы. Энергияның сақталу заңы тек қана тұйық жүйеде орындалады. Ал тұйық жүйе деген ол тысқары күштермен әрекеттеспейтін денелердің идеал жүйесін айтады. Сонымен тұйық жүйені құрайтын денелер арасында тек қана ауырлық күші және серпімділік күші әрекет ететін болса, онда тұйық жүйенің механик энергиясы өзгеріс қалады. Яғни мына көрсетілген формула орындалады. Тағы мысал келтірейік. Мысалға допты алайық. Доп мынандай биіктікте ұшып бара жатса, оның жылдамдығы бар, биіктігі бар. Бұдан кинетик энергия бірінші бар, потенциалдық энергия бірінші бар. Сосын добымыз ұшып мына бір биіктікке келсін. Мұнда бізде H2, жылдамдық V2. Мұнда бізде екінші кинетикалық энергия, екінші потенциалдық энергия болады. Яғни бірінші жағдай, екінші жағдай. Энергия сақталу заңы бойынша бірінші жағдайда энергиялардың қосындысы, екінші жағдайда энергиялардың қосындысы әр уақытта өзара тең болады. Сонымен денелердің механик энергиясының өзгерісі жұмысты беретін болғандықтан мынадай формулалар орындалады. Жұмыс тең болады дельта E деген. Жеке жағдайда жазсақ, жұмыс дельта деген энергиялардың өзгерісі, яғни дельта E деген E2 азайту E1. Бірінші жағдай, екінші жағдай энергияланы азайтқанда пайда болған энергияның өзгерісі. Жұмыс сонымен
кинетик энергия өзгеретін болса, онда ол бізде mv квадрат 2 бөлінген 2 минус mv1 квадрат бөлінген 2 болады. Егер бізде потенциалдық энергия болса, онда минус дельта еп деп жазамыз, минус алға шығарып жібереміз. Сонда mg h1 минус mg h2 деп жазамыз. Немесе созылу сығылу жағдайында kx1 квадрат бөлінген 2 минус kx квадрат бөлу 2 деп осы формулаларды қолдануға болады. Жаңа айтылғандардың ішінде бізде мұндағы k деген қатандық коэффициенті, өлшем бірлігі ньютон бөлген метр. Бұны біз Гук заңы өткенде айттық. H деген ол биіктік, өлшем бірлігі метр. Энергия өлшем бірлігі джоуль. Жұмысы джоуль екенін өткен сабақта айттық. Массанікі килограмм, жылдамдықты метр секунд. Осы формулаларды қоршап қоюға болады, себебі жиі кездеседі. Жұмыс жасау үшін энергияның өзгерісін қолданамыз.